Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге смородинадан морс дайындап көрсетемін. Менімен бірге болыңыздар. Және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Мен 5 литрге дайындаймын. Ол үшін жарты апельсин, жарты лимон керек болады. Егер де сіз одан да көп 10 литрге немесе одан аз мөлшерде дайындайтын болсаңыз, мен керек ингредиенттердің барлығын описание бөліміне қалдыратын боламын. Сол жерден есептеп өзіңіз шығара бересіз. Енді апельсин мен лимонды турап қайнап жатқан суымызға қосамыз. Және 200 грамм смородинамызды саламыз. 400 грамм қантымызды салып араластырамыз. Компотты көп қайнатудың қажеті жоқ. 20 минут қайнатсақ болады. Қайнатқаннан кейін суытуға қоямыз. Суыған кезде бетіндегі лимон, апельсиндердің тілімдері түбіне түсетін болады. Содан кейін сүзіп алсақ болады. Компоттың түсі қанық, әдемі болып шығады. Менің каналымда басқа да сусындардың рецептері бар. Турецкий лимонад, айсти компоттың рецептері бар. Сол рецептпен жасайтын болсаңыздар, компотыңыз керемет шығады. Өйткені компот қатты тәтті де емес, және су татып та тұрмайды. Орташа дәмде шығатын болады. Сондықтан менің рецептіммен міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне менің компотым дайын болды. Ыдысымызға құйып ұсына берсек болады. Менің балаларым өте қатты жақсы көреді. Және жаз мезгілі болғандықтан жиі дайындап тұрамын. Сондықтан сіздерге де кеңес беремін. Жасап көріңіздер. Ұнайды деген сенімдемін. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Ұнаса лайк басыңыз.